Сәлем қыздар, біз бүгін сіздердің алғашқы дайындаған ашытқыларыңыздан нан пісіретін боламыз. Мынау біздің бір нанға арналған 150 грамм ашытқы. Осыдан бір ас қасық ашытқы бөлек қойып қойыңыздар. Оны мен ары қарай қалай жұмыс істеу керек екенін толықтай басқа видеода айтып беретін боламын. Рецепт бойынша ашытқы 150 грамм болу керек, бірақ мен келесі нанға деп 10 грамм ашытқыны алып қалдым. Сондықтан осы жолы менде ашытқы 140 грамм. Ашытқыны ыдысқа салып, үстінен 200 грамм су құйып жақсылап араластырамыз. Оған 8 грамм тұзды қосамыз. Енді бетіне 350 грамм ұнды салып, қамыр илейміз. Алғашында қасықпен араластырыңыздар, әйтпесе басында қамыр сұйық болады. Одан кейін қолды сулап қолмен илеңіздер. Иленген қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өтті, енді қамырды басып қоямыз. Енді дәл видеодағыдай әр 15-20 минут сайын 2 сағаттай шамамен обминка жасаймыз. Обминка дегеніміз қамырды қолмен созу. Обминка жасағанда қамыр демалып, ортасына ауа толып, эластичный әдемі қамыр шығады. Міне мынау менің ең соңғы жасаған обминкам. Енді 15 минут өткен соң нанға осылай форма жасап корзинаға саламыз да бетін жауып 20-30 минут үстел үстінде немесе жылы жерде қалдырамыз. Қамырдың жабыстырған жердегі сызығын бетіне қаратамыз. Уақыт өтті, бетін ашып пергамент қағазына немесе басқа да пісіруге арналған көбірекке аударыңыздар. Бетін қалағандарыңызша әрлеп кестеңіздер болады.
Менің духовкамда 250 градуспен 40-50 минутта піседі, өйткені бізде напряжение өте төмен. Ал сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің температурасымен ыңғайлап пісіріңіздер. Ең алғаш пісірілген нандарыңыз пышный болмайды, себебі аштығы әлсіз болады. Оны әр тамақтандырған сайын күшіне еніп, нан керемет воздушный көтерілетін болады. Нанның сырты сықырлап, іші жұп-жұмсақ болады. Бұл нан дүкен сөрелеріндегі дрожбен көтерілген наннан әлдеқайда жақсы. Ағзаға сіңімді әрі жеңіл. Бұл аштығымен менің каналымда семет, гресини, құймақ, ржаной қара нан, шоколадный нан, тағы да басқа нанның түрлерін пісіре аласыздар.